Бәріне сәлем, қыздар, қазір біз сіздермен жасалу жол өте тез әрі оңай, бірақ дәмі өте керемет болып шығатын галета пирогын дайындайтын боламыз. Қыздар, галета пирогын дайындау үшін бізге нелер қажет болады? Ол мұнда бізде сармай міндетті түрде морозилкадан шыққан болу қажет, ұн, қаймақ қажет және қант қажет болады. Граммдардың барлығын астына жаза кететін болам. Енді осының барлығын қазір мен блендерге саламын. Тек қана қаймақты салмаймыз, қаймақты соңынан саламын. Енді ұнның үстінен кубиктап туралған сармайды саламыз. Сармай міндетті түрде салқын морозилкадан шыққан сармай болуы тиіс. Енді үстінен қантты қосып жүремін да, үшеуін бірге барлығы толықтай араласып кеткенге дейін блендерменен айналдырам. Біздің массамызда сармай толықтай ұнмен араласып кеткен. Енді осының үстіне қаймақты саламын да, кішкене қамыр күйге енгенге дейін блендермен айналдырамын. Енді қамырымыз блендерден айналып болғаннан кейін, мен силиконы ковриктің үстіне ұн сеуіп алдым. Мынау біздің қамырымыз. Қаймақты қосқаннан кейін осылай кішкене қамыр күйге енеді. Сол кезде блендерлеуді тоқтатасыздар. Осылай ұнның үстіне қойып, мен қазір қолыммен жақсылап илеп алам. Және бұны екіге бөліп 15 минутқа морозилкаға саламыз. Бұл біздің жасап жатқан қамырымыз 2 пирогқа жететін қамыр. Енді дайын болған қамырымызды кондитерский мешокқа немесе пищевой пленкамен орап 15 минутқа морозилкаға салып қоямыз. Енді пирогымыздың ортасына начинка ретінде мен персик пенен малинаны алдым, бірақ сіздер кез келген жеміс-жидекті қолдансаңыздар болады. Мұнда крахмал мен қант екеуін бірге жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз 15 минут морозилкада тұрды. Енді қазір біреуін алып жаямын. Біз біреуін ғана қолданамыз, өйткені начинканы бір пирогқа ғана дайындадым. Қамырды өздеріңіз видеода көріп тұрғандай осындай жұқа етіп тұрып жаямыз. Біз жаңа дайындаған қант пен крахмалды араластырып алдық. Соны осы қамырдың үстіне саламыз. Бұл қант пен крахмалды тек қана ортасына жаям, шет-шетіне дейін алып бармаймын. Тек қана ортасында тұрады, және осының үстінен біз қазір жаңағы жеміс-жидектеріміз қоятын боламыз. Осы қант пен крахмалдың үстінен енді мен кесілген персиктерді айналдыра қойып шығамын. Персиктің орнына алманы қолдануға да болады, груша қолдансаңыздар да болады. Жалпы кез келген жеміспен жасалатын пирог бұл. Енді персиктің үстінен мен малинаны қойып шығамын. Малина менде замороженный. Енді осының үстінен кішкене ванильный сахарды себемін. Енді пирогты мен видеода көрсетіп жатқандай шет-шеттерін осылай қайырып шығамыз. Енді пирогтың үстінен мен еріген сармайды жағып шығамын. Сармайдың үстіне мен кішкене қант сеуіп жердім. Енді осы пирогымызды қызып тұрған 170 градуста печкаға шамамен 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің галета пирогымыз осылай пісіп шықты. Мен піскеннен кейін үстіне кішкене сахарный пудра септім. Сонда кішкене әдемі көрінеді. Осымен біздің пирогымыз дайын.